Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен чечевичный суп жасайтын боламын. Ол үшін ең қарапайым өнімдер керек. Чечевицаның өзі, картошка, сәбіз, пияз, помидор и чеснок керек болады. И өнімдердің көлемі, пішіні деп па, маңызды емес, себебі барлығын крем суп болғандықтан барлығын блендердан өткіземіз. Сол себептен жылдам пісетін кішкентай ғана етіп турап шықсаңыздар болады. Так, сәбізімізді тураймыз. Сәбіздің, в принципе, жартысы да жетеді. Тезірек пісу керек. Пияз тураймыз. Чесноктарды майдалап тураймыз. Бір чеснок жеткілікті. И помидордың қабығын аршуымыз керек болады. Все, барлығын турап болды. Мынау артық, қалғандарын барлығын қазір қуыратын боламыз. Олай болса, газдың қасына кеттік. Енді біз қазанды дайындап қойдық. Шайымызды қойып қойдым. Қазір шумно, поэтому даусын өшіріп қояйын. Енді майымызды құямыз. Қазанымыздың астын жағамыз. Бізде индукционный, поэтому тез қызады. Аздап май құямыз. Кез келген, можно оливковый, можно растительный, просто кәдімгі майымызды құямыз. Так, майымыз бірден бізде қызады, поэтому чеснокты ақырындап саламыз. Пиязды саламыз. Күнделікті тамақтарға розовый тұз пайдаланамын, гималайский. Бізде паприка мен бұрыш бар. Аздап бұрышты және көп болады. Көп болғанда бір столовая ложка паприка саламыз для цвета. Картошканы да салып береміз. Соль добавляем. Вкусно пахнет. Суымыз қайнағаннан кейін тазартылған, уже жуылған, бірнеше рет қайтара жуылған чечевицамызды уже сала береміз.
пісем дегенше жақсылап араластырып қайнауға қойып қоямыз. Суп қайнай бастағаннан кейін қақпағын жауып уже бұқтырып қоямыз. Пока біздің чечевичный суп дайын боламын дегенше, чечевичный супқа арналған сухари жасайтын боламыз. Сол үшін бізге міндетті түрде мындай батоннан керек болады. Мындай таза пакеттің ішіне салып қойсақ болады. Прованские травы смесь, черный перец, паприка, чеснок через терку, тусамыз, оливковое масло құямыз. Неге пакетке салдық? Себебі пакетке ауасымен еш жерде кірғылмай араластыру үшін. Сосын противенге салып, духовкаға бір 10 минутқа 180 градусқа жібереміз, қызарып, қатып пісе. Пока тамағымыз дайын боламын дегенше, лимонымызды тұрап қойсақ болады. Біздің чечевичный крем супымыз дайын. Енді погружной блендердің көмегімен жақсылап, майдалап езетін боламыз. Крем суп дайын. Мындай ыдысқа құйғым келіп тұр, әдемі болып көріну үшін. Сухарики готовы. Осындай болып шықты. Лимонды қоямыз қасына. Бізге сливки керек болады қазір. Мінекей.